Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 26-шы сабақ. Заттар мен фигуралардың қасиеті. Фигуралар мен заттардың қасиетін ажырататын боламыз және оларды салыстырып үйренеміз, Бірінші есеп: жазық фигураларға ұқсас заттарды ата. Кеңістіктік фигураларға ұқсас заттарды ата дейді. Ең алдымен жазық фигуралар қандай болады және кеңістіктік фигуралар қандай болады? Соларды анықтап біліп алайық, Жазық фигуралар дегеніміз мына оң жақта көрініп тұр, жазылып. Көк төртбұрыш, тік төртбұрыш, қызыл дөңгелек, үшбұрыш, жасыл шаршының суреті тұр. Осындай фигуралар ол жазық фигуралар болады. Яғни оларды біз жанынан қарайтын болсақ, олар түзу сызыққа ұқсайды. Мысалға біз дәптерге сурет саламыз, тік төртбұрышты және дөңгелек салдық және оларды қиып алдық. Сондай фигуралар бізде жазық фигуралар болып есептелінеді. Олардың жанынан қарасаң, тік түзу сызыққа ғана ұқсайды, өте жіңішке болады, Ал кеңістіктік фигуралар дегеніміз, олна доп, дөңгелек, кубик, мында тұрған пирамида сияқты, конус сияқты фигуралардың барлығы кеңістіктік фигура болады екен. Оларды қолмен ұстаймыз, оның қай жағынан алдынан қарасақ та, жанынан қарасақ та, оның көлемі бар, Барлық жақтары тең үлкен болып көрінеді екен. Енді мына суретте қайсы жазық фигуралар, қайсы кеңістіктік фигуралар? Соларды қарап көрейік. Міне қызыл бағытпен жазық фигураларды көрсетіп қойдық. Мұнда ілініп тұрған картина, яғни сурет, ол жазық фигура. Және терезе де жазық фигураға жатады. Жұқа, кітаптар жазық фигураға жатқызуға болады. Ал жерде жатқан ойыншықтарына кубиктер, доп, пирамида сияқты, конус сияқты және де тұрған шам, міне көк бағытпен көрсетіп қойдық. Оның барлығы кеңістіктік фигуралар екен. Мінеки озат оқушым, жазық фигуралар қандай болады және кеңістіктік фигуралар қандай болады? Солармен танысып, оларды ажыратып үйреніп алдық, Келесі бізде екінші есеп. Геометриялық фигуралар қиып ал, олардан аппликация құрастыр дейді. Міне түрлі түсті қағаздардан өзіне керекті геометриялық фигураларды сызып, оларды қиып ал, және олардан аппликация құрастырсаң болады. Мысалы, үшбұрыш, төртбұрыш, ромб, шаршы сияқты, дөңгелек сияқты фигураларды сызып, қиып алып, және олардан неше түрлі аппликациялар құрастырып көр, озат оқушым. Мысалға, міне мынадай аппликациялар құрастыруға болады. Түрлі түсті қағаздардан үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек, шаршы сияқты фигураларды сызып, қиып алып, осындай үйдің, ағаштың, күннің, көлік, пойыздың осындай түрлі аппликацияларын құрастыруға болады екен. Келесі бізде үшінші есеп: досыңмен ойна. Кез келген геометриялық пішіндегі бір затты таңда. Оның орналасқан орнын мына сөздермен сипатта: алдында, артында, сол жақта, оң жақта, жоғарыда, төменде, арасында, жанында, үстінде, астында, ішінде, сыртында, ортасында. Досыңнан сол затты тауып, атын айтуын сұра дейді. Мына суретте көрсетілген заттардың біреуін таңдап, оның оң жағында қандай зат тұр, артында қандай, алдында қандай, соларды айтып көрейік, мысал ретінде. Одан кейін өзің де бір затты таңдап, солай айтып көрсең болады, озат оқушым. Мысалға, оның диванның үстінде тұр, ол төртбұрышты. Ол яғни диванның үстіндегі суретті айтамыз, солай ілініп тұрған. Үйдің алдында ала, ақ қара ала дөңгелек. Ол үйдің алдында тұрған допты сөйтіп суреттеп айтуға болады екен, Немесе кресло мен диванның ортасында тұрған гүлді алайық. Оны қалай айтамыз? Оның оң жағында диван тұр, ол үстелдің үстінде тұр, сол жағында кресло тұр. Оның ең үстіңгі қабатында шам, яғни люстра орналасқан. Астында үстел тұр деп қойсақ, сөйтіп үстелдің үстінде тұрған гүлді айта алады екенбіз, диван мен креслоның ортасында орналасқан деп. Мінеки озат оқушым, осы суретке қарап, осындай үстінде, астында,
оң жағында, сол жағында деген сипаттар арқылы біз заттарды тауып үйренуімізге болады екен. Келесі бізде 4-ші есеп. Мұқият бол, не өзгерді? Сен зерттеушісің деген есеп екен. Суретте ең бірінші доп көрсетілген, кіші доп, одан кейін үлкен доп бағытпен көрсетіліп тұр. Бұл жерде не өзгерді? Доптың көлемі өзгерді, ең бірінші кіші доп болды, одан ол үрленіп үлкен допқа айналып кетті, одан кейін оның астында шаршы тұр, төрт бұрышты, сосын дөңгелек доп тұр. Бұл жерде не өзгерді? Фигураның пішіні өзгерді, ең бірінші көлемі өзгерсе, оның астындағы суретте пішіні өзгерді. Ол төрт бұрыштыдан дөңгелекке айналып кетті. Одан кейін сөмкелер тұр. Көк сөмке, одан кейін қызғылт сөмке болып тұр. Бұл жерде түстері өзгерді, Мінекей осылай суретке қарап біз мұқият боп не өзгергенін анықтап салыстырып алдық. Сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алсаңыздар болады. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.